Family and Friends for Kazakhstan Grade 3 People's Book Unit 7 page 54-55. Саламатсыздар ма құрметті 3-ші сынып оқушылары, бүгін сіздерде жаңа 7-ші модуль Buildings ғимараттар тақырыбы бойынша Lesson 1 бірінші сабақ Words. I can understand a story about a party. Мен кеш туралы әңгімені түсіне аламын. Exercise 1. Бірінші жаттығу Listen, point and repeat тыңдалымды тыңдап, көрсетіп және қайталайсыздар. Listen, point and repeat. Chocolate, balloon, present, cake, card, mask, present, cake, mask, card, balloon, chocolate. Listen and repeat. Chocolate, balloon, present, cake, card, mask. Exercise 2 екінші жаттығу Listen and chant тыңдалымды тыңдап және айтыңыз. Listen and chant. Chocolate, chocolate, chocolate. Balloon, balloon, balloon. Present, present, present. Cake, cake, cake. Card, card, card. Mask, mask, mask. Үшінші жаттығу қара, тыңда және көрсет деген. Look, listen and point. One. It's Billy's birthday tomorrow. Let's buy presents. These are cars. He likes cars. 2. Are those chocolates? Yes, they are. Billy likes chocolates. 3. Billy is in his bedroom. Let's put the presents in the living room. Good idea, Mum. 4. Oh, Billy, it's 5 o'clock in the morning. Happy birthday, Billy. Thank you for my presents. Exercise 4. Ask and answer. Төртінші жаттығуда сұрақ қойыңыз және жауап беріңіз деген. What do you like at birthday parties? Туылған күн кештерінде не ұнайды? Сұрақ қойылып тұр, жауап беру қажет. I like birthday presents. Мен туылған күн сыйлықтарын ұнатамын. Дәл осылай сұрақ қойып, өз жауабыңызды беруіңіз қажет. Тағы да сұрақ қойып жауап берейік. What do you like at birthday parties? I like chocolate and birthday cake. Мен шоколадты және туылған күн тортын ұнатамын. 54-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Енді 55-ші бет Lesson 2 екінші сабақ. Who things belong to? Exercise 1 бірінші жаттығу Listen to the story again and repeat act. Тыңдалымды қайтадан тыңдап және қайталайсыздар. Орындауларыңыз қажет. 54-ші беттегі әңгімені қайтадан оқып, өздеріңіз қайталап орындайсыздар. Бірінші суретте It's Billy's birthday tomorrow. Ертең Билидің туылған күні.
Let's buy presents. Сыйлықтар сатып алайық. These are cars. He likes cars. Бұл машиналар. Ол машиналарды ұнатады. Екінші суретте Are these chocolates? Бұлар шоколадтар ма? Yes, they are. Я, солар. Billy likes chocolates. Billy шоколадтарды ұнатады. Third picture, үшінші суретте Billy is in his bedroom. Let's put the presents in the living room. Good idea, mom. Билли өзінің жатын бөлмесінде. Сыйлықтарды қонақ бөлмесіне қояйық. Жақсы идея, анашым. Төртінші суретте Oh, Billy, it's 5 o'clock in the morning. О, Билли, сағат таңғы 5 болды. Happy birthday, Billy. Туған күніңмен, Billy. Thank you for my presents. Сыйлықтарым үшін рахмет. Осымен екінші тапсырмаға өтейік. Look and say. Екінші тоғда қараңыз және айтыңыз деген. Let's learn. To be етістігінің are not дегеннің қысқартылған формасы aren't деп айтылады. Апострофпен жазылады n-нан кейін. This is her present. Бұл оның сыйлығы. These are his balloons. Бұлар оның шарлары. Are these her presents? Бұл оның сыйлықтары ма? Yes, they are. Я, олар. Төртінші суретте Are these his chocolates? Бұл оның шоколадтары ма? No, they aren't. Жоқ, олар емес. Келесі жаттығу exercise 3, үшінші жаттығу Look and tick once for this is or tick twice for these are. Then say. This is дегенге бір птичка қойып белгілейсіздер, ал екі рет көпше түрде айтылғанға екі рет қоясыздар. These are деген кезде екі рет птичка қоюларыңыз қажет. Бірінші суретте chocolate, шоколад берілген, ол жерде бір шоколад болғандығы үшін бір белгілімен белгілейміз. Ал екінші суретте balloons, шарлар берілген, көп шар. Сол үшін екі птичка қоямыз. Ал үшінші суретте present, сыйлық, бір ғана сыйлық берілгендіктен бір птичка қойып белгілейсіздер. Келесі төртінші жаттығу look, write and say. Қара, жаз және айт деген. Суреттерге назар аударайық бірінші. Cafe, playground, shopping center, swimming pool, cinema. This is a cafe. Бұл кафе. Екінші суретте This is a playground. Бұл ойын алаңы. This is a shopping center. Бұл сауда орталығы. This is a swimming pool. Бұл бассейн. This is a cinema. Бұл кинотеатр. Дәл осылай жазып шығасыздар. Келесі тапсырма exercise 5, бесінші жаттығу Talk with friends. Досыңызбен әңгімелесіңіз. Let's have a birthday party at the swimming pool. Туған күн кешін бассейнде жасайық. Дәл осылай жалғастырсаңыздар болады. Дәл осы бірінші сөйлемге жауап ретінде Good idea, Марат. Немесе өз досыңыздың атын жазасыз, жақсы идея, Марат деген сияқты. Тағы да мысалдар келтірсек жаңа сөздер бойынша Let's have a birthday party at the cafe. Туған күн кешін кафеде жасайық. Great idea, Айнас. Тамаша идея, Айнас. Дәл осы сияқты сізде туған күн кешін қайда жасасаңыз болады, соны жазып досыңызбен әңгімелесуіңізге болады. Осымен 55-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.